Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Сефеви әулеті немесе Сефеви империясы Ирандағы Қызылбастар мемлекетінің билеушілері 1502-1736 жылдарда өмір сүрген. Сефеви әулеті мемлекеттік 16 ғасырдың басында Иран мен Әзербайжандағы түркі тілдес тайпалардың Аққойлы мемлекеті мен оның одақтастарын жеңгеннен кейін құрылды. Мемлекеттің атауы оның тұңғыш билеушілері Шах Исмаил бірдің мұсылман дінінің сопылық бағытын ұстанған Ардабилия шейхі Сефеви ад-Дина ұрпақтарының бір болғандығымен байланысты. Алайда Сефеви әулеті билеушілерінің негізгі күші түркі тілдес тайпалардың шейіттерінің 12 имамының құрметінің бастарына 12 қызыл жолақты шалма орағандықтан бұл мемлекетті тарихи шығармаларда көбінесе Қызылбастар мемлекеті деп аталады. Сефеви әулеті мемлекеттік құрамында Иран, Әзербайжан, Арменияның бір бөлігі мен қазіргі Афганистан жерлеріне дейін, кей кездерде Ирак жерлері де енеді. Сефеви әулетінің белгілі өкілдері Исмаил бірінші мен Тахмасып бірінші 1526 жыл 1526 жылдарда, Аббас бірінші 1587-1629 жыл. Сефеви әулеті мемлекеттік орталығы алғашында Тебриз болды 1555 жылға дейін. 1555-тен 1597 немесе 98 жылдары Казбиния, 1597-тен 1598 жылға дейін Испахан болды. Исмаил шах құзырындағылардың көпшілігі сунни болғандықтан, қарамастан мемлекеттік дін ретінде исламның шиит тармағын жататын сефевид ағымын ұстанды. Сефеви әулеті көп жылдар бойы Осман сұлтандығы мен Орта Азия хандарына қарсы соғыс жүргізді. Тахмасып бірден кейін басталған өзара тартыстар іс жүзінде мемлекеттің әлсіреуіне әкеліп соқты. Осман сұлтандығы Сефеви әулеті мемлекетінің солтүстік-батыс аймақтарын, ал өзбек хандары Хорасанды жаулап алды. Аббас шах тұсында Сефеви әулеті мемлекеттік түрлері реформалар, салық, әкімшілік және әскери тағы басқа жүргізудің нәтижесінде нығайып экономикалық біршама көтерді. Аббас түріктері мен өзбектерге қарсы соғыста бірнеше рет жеңіске жетіп, Әзербайжанды, Хорасанды, уақытша Ирақты қайтарып алды. Сефеви әулеті Ресей және де басқа елдермен дипломатиялық сауда қатынастар жүргізді. 18 ғасырдың басында тақ таласы мен халық наразылығындағы Сефеви әулеті саяси жағдайда әлсіретті. Көтеріліске шыққан ауған тайпалары 1722 жылы Испаханды жаулап алып, Осман сұлтандығы сыртқы Кавказ және Иранды өз үстемдігін орнатты. Тахмасып шах екінші 1722-1732 жылдарда Сефеви әулеті мемлекетінің Каспий маңындағы аймақтарын Ресейге беруге мәжбүр болды. Қалыптасқан ахуалды сәтті пайдаланған Сефеви әулетінің қолбасшысы Надир шах Афшар Сефевиді әулетінің биліктен кетіріп өзінің жеке билігін орнатты. Орта ғасырлық тарихи шығармаларда Сефеви әулеті мемлекетінің 16-17 ғасырларда қазақ хандығы мен қарым-қатынасы жайлы деректер бар. Қазақтың батырлар жырында да Қызылбастармен болған соғыста жиі айтылады. Достар, видео ұнап жатса әлеуметтік желіге таратып, ендігі келетін видеоны күтсеңіздер, аман сау болыңыздар.